сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыз тақырыбы антоним, синоним, омоним туралы не білдім. 23-ші жаттығу тақырыбына қарап, өлең не туралы екенін болжа. Оқу мен ойын. Сол өлеңді оқып, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Өлең неліктен оқу мен ойын деп аталған? Өйткені өлеңде оқу мен ойын туралы айтып тұр. Қарамен жазылған сөздердің омоним болатынын дәлелде. Қақпа, доп тебетін қақпа қимыл атауы. Зерек сөздерден футболшылар туралы мәлімет ізде. Мысалы, Неймар, толық аты Неймар да Силва Сантос Жуниор. Туған күні 5 ақпан 1992 жыл. Елі Бразилия, ойнау орны шабуылшы вингер. 24-ші жаттығу. Жақша ішіндегі сөздердің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ермахан мықты боксшысы. Зеренің үйі мектептен алыс. Ескі кітаптарды жыртуға болмайды. Жақша сөздердің антоним тап. Алыс, қашық, жақын. Мықты, күшті, әлсіз. Ескі, көне, жаңа. 25-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Кімнің ұшқыр саясатын кімдер айт? 3 раунд бойы. Жұмбақтың шешуі бокс. Сұрақ. Ұшқыр сөзін қандай синоним сөзбен айтуға болады? Ұшқыр, жиірек, жылдам. 26-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып жеңіс тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Тірек сөздері: Қазақстан, боксшылар, Серік Сәпиев, Бекзат Саттарханов. Жену, ту, жеңіс. Қазақстан боксшылары Серік Сәпиев, Бекзат Саттарханов әрқайсысы жеңген соң қазақ туы биікке көтерілген. Осымен біз сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.